қазақтың ұлттық тағамы болып есептеледі. Ақуызға бай, өзі баяғыдан келе жатқан көшпенді халықтың ұлттық тағамы болып есептеледі. Қыстың күні қатпайды, жаздың күні бұзылмайды. Сол себепті әрдайым дастарханымызда табылады. Анасының сен өте дәмді екен. Қызым, мына өзің жасаған жемістен ақылыңа барып дәм татқыз. Қалың ағашы. Апа, мен жем жасауды үйрендім. Ой, жарайсың ботам. Жемтің өте дәмді болыпты жаным. Қолың дерт көрмесін. Апа, сіз қандай кітап оқып отырсыз? Айналайын ботам. Мен қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өлең кітаптарын оқып отырмын ботам. Қызым, сен де Абай атаңның өлеңдерін және қара сөздерін оқып жүруің керек. Уақыттан келіп бойдан, сақсан мен тәтіке, көңілге түрлі ойсал, әнді шешеңмен шешең. Ой, жарайсың ботам. Қане, осы өлеңіңді атаң мен әжеңе айтып бере ғой. Тыңдамауылым самал желескен далаңды. Сен жайлы. Әже, мен Абай өлеңдерін Кел айналайын қалқам, жаныма отыр. Айналайын қалқам, кәні айта қойшы Қоша ханым. Уақыттан келіп бойдан, сақсан мен тәтіке, көңілге түрлі ойсал, әнді шешеңмен шешең. Ой, айналайын, бақытты бол. Әжетайым, сіз не жасап отырсыз? Бұл қазақ халқының ертеден өшпей жеткен қолөнері. Қазақ халқының. Осы құрақ сияқты барды құрала берсін деп, содан басталады құрақ деген. Ал айналайын қызым, шай да дайын болып қалған шығар. Атаңды шайға шақыр жаным. Ата, сайдайым, қойсайға зүміз. Келе ғой қызым, мен мынау қазақтың ұлттық ойыны бестемші деген ойын ойнап отырым, келе ғой, ойнайық екеуміз. Міне, ата-бабаларымыз ойнайтын тобына айналайын. Мың жасап жарықтарымыз сөнбесін. Аумин, Аллаху акбар.